Ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менің islam.kz сайтыма мынандай сұрақ келіп түсті. Ассалаумалейкум ағасы, сіз умрадан келгеніңізді жаздыңыз. Қызық, қандай фирмамен ұшып бардыңыз? Мен жақында шешеммен бірге барып келсек деген ойдамыз. Сіз қандай турфирмаға кеңес бересіз дейді. Жауап берейін. Мен Қазақ Travel турфирмасының жарнамасын көріп қап, олар 599 мың теңгеге 17 күнге умраға апарамыз дегеніне сеніп, сол фирмаға бардым. Олар 2 рет күніне тамақтануға 45 мың теңге үстіне қосып төлеу керек деді. Соныменен 644 мың теңге шығады. Бірақ олар менен офисінде 645 мың теңге, яғни 1000 теңге артық алды. Олардың кеңсесінде ешкім сөйлескісі келмеді, және не екенін түсіндіргісі де келмеді. Олар кетер алдында WhatsApp-қа топ құрып қажетті ақпарат беретін әрең білдірді. Бұған дейін менің кім екенімді білген бір қызметкер ұзақ уақыт бойы мені сапардан айнып қалсын деп көндіруге тырысты. Ол Мекке мен Мединадағы қонақ үйлерін жамандап, одан кейін осы қонақ үйлердегі бізге беретін тамақты да жамандады, мен бармасын деп. Мен олар үшін өте қажетті емес клиент екенімді білген соң күлкім келді. Бірақ олардың қандай тамақ беретінін және ақша үнемдеу үшін ең арзан қонақ үйлерді таңдайтынын білетінмін. Бірақ мен үшін 17 күн маңызды болды. Сондықтан мен тамақ пен қонақ үйлерге шағымданбаймын. Бірақ олар бізді алдап уәде етілген қонақ үйге орналастырмады. Бір күні умра кезінде надан және сауатсыз әжелеріміз топтық чатқа «Пірім жебесін, әруақым қолдасын, тура жолға салсын» деген сөздер жазды. Мен оларға жауап бергенде Қазыбек деген турфирманың жұмысшысы сауатсыз әжелі түзетудің орнына мені блокировать етіп тастады. Бізді Мединадан кейін Меккеге апарып Снут Аль-Райян Хот деген қонақ үйге орналастырды. Мұнда бар жоқ бірақ автобустың болуы біздер үшін үлкен проблема болды. Кейде бұл жалғыз автобусты 45-50 минут күтуге тура келетін. Сондықтан Әл-Харам мешітіне намазға кешігіп қала жаздайтынбыз. Кейде ақша төлеп намазға таксимен баруға тура келетін. Көптеген адамдар намазға кешікпеу үшін жаяу жүретін. Ал басқа қонақ үйлерде бірінің артынан бір жүретін 4-5 автобус болды. Барлығымыз оларға үнсіз қызғанатынбыз. Мен бірнеше рет осы автобус жөнінде шағым жасадым, бірақ турфирмадан ешкім құлақ аспады. Мен осы қолайсыздықтардың бәріне үндемейтін едім, бірақ төменде айтылатын себептермен шыдамай айтуыма тура келіп отыр. Меккеге келгеннен бірнеше күн өткен соң маған суық тиді. Өйткені жеңіл киініп намазда желдеткіштің астында тұрдым. WhatsApp-та Қазақ Travel-дің өкілі Қазбекке хат жазып, менің бөлмеме келуді өтіндім. Дәріханадан антибиотиктар сатып әкелші деп айтайын деп. Ол тез арада келуге уәде берді, бірақ бәріміз ұйықтап жатқанда түн ішінде ғана келді. Ал бұған дейін менің әйелім күні бойы әрбір 20-30 минут сайын Қазақ Travel-дің алматылық өкілі Құрманға звондап, Қазбекке маған антибиотиктар әкеп берсінші деп айтқан еді. Құрман болса әйелімді үнемі алдап, Қазбек уже дәрі апарып берген, емделіп жатыр деп бірнеше рет әйелімді менің алдады. Сонымен Қазбек өте кеш келіп, барлық дәріханалы жабылық екенін айтты. Сондықтан ол дәрі-дәрмекті таңертең ғана әкелемін деп уәдесін берді. Қазбекті мен түске дейін күтіп шыдамай звондадым. Ол түскі намаздан соң апарып берем деп жауап берді. Бірақ ол тек сағат 18-де, яғни кешкі сағат 6-да ғана келді. Ол антибиотик емес, аллергияға қарсы таблеткаларды әкелді. Коробкасында ағылшын тілінде үлкен әріппен аллергия деген сөз жазылған. Сосын 45 риал тұрады деп менен ақша сұрады. Бұл антибиотик емес, аллергияға қарсы таблеткалар деген наразылығыма ол дәріхана осыны берді, мен ештеңе білмеймін деді. Арабша жақсы сөйлескендіктен мен басқаларға емес, әдейі осы Қазбекке сенген едім. Мен оған 45 риал бердім де, ертең аптекке өзім барам дедім. Мұны естіген ол қорқыныштан көздері бақырайып, маған 15 риалды үнсіз қайтарып беріп, тез жоғалып кетті. Келесі күні Меккедегі ең қымбат дәріханада бұл таблеткалардың ең қымбаты 29 риал ғана екенін білдім. Осылайша әлемдегі барлық мұсылмандар үшін ең қасиетті жерде мұндай оңбаған адамның ақша үшін арын сатып елді алдайтынын ұқтым. Содан кейін мен оны бірнеше күн көре алмадым. Ол кешірім сұраса бәрін ұмытып кетем деген үмітті болдым. Бірақ мұны істегісі келмеді.
Мен оны Алланың ризашылығы үшін кешірерdim, және егер келесі оқиға болмаса, бұл туралы ешқашан жазбас дедім. Кетерден бір күн бұрын Қазбек бәрімізге бірінші қабатқа түсіп, 5 литр зәмзәм алыңдар деп жазды. Бірінші қабатта зергерлік бұйымдар мен ұсақ-түйектердің барлық түрлерін сататын шағын дүкен болатын. Сол дүкеннің саудагері 5 литр зәмзәмді сататын. Қазбек бізге зәмзәмді осы дүкеннің есік алдында таратып берді. Сондықтан менде зәмзәмнің тазалығына үлкен күмән болды. Бөлмеде мен коробканы ашып, зәмзәм бөтелкесі герметичный болып пленкаға оралмағанын көрдім. Саудияның заңы бойынша самолеттің ішінде тесіліп ағып кетіп, самолеттің электроникасына зақым келтірмес үшін зәмзәм құйылған пластикалық ыдысты қалың полиэтиленовый мешокқа салып, герметичный етіп заводта орап тастайды. Қазбек берген зәмзәмде мұндай упаковка болмағандықтан сезіктеніп, суды ашып, ыдысты ашып, дәмін татуға шешім қабылдадым. Бұл аздап зәмзәм қосылған жай водопроводтың суы болып шықты. Мен көршімнен қаптаманы ашып, коробкасын ашып, оның да суын зәмзәмін тексеруді өтіндім. Оныкі де қарапайым су болып шықты. Өйткені біз отырып, бөтелкедегі зәмзәмді ішіп сосын, Қазбек берген ыдыстағы суды ішіп, дәмін салыстырып көрдік. Мен туралы WhatsAppқа жазғанымда олар мен тағы да блокировать етіп тастады. Кейінірек маған Бауыржан Нұржанұлы есімді басқа қызметкер шығып, құлағыма лап шайлай бастады. Меккеде ешкімді алдауға болмайды, зәмзәмді жай судан дәмі бойынша ажырату мүмкін емес деген сөздермен мені алдай бастады. Мен оған алаяқсыңдар деп жазғаным сол еді, мені тағы да блокировать етіп тастады. Менің түсінуімше ашкөз Қазбек әуежайда қымбат зәмзәм сатып алудың орнына ақшадан пайда табу үшін гостиницаның астындағы дүкеннен арзан бағаға подделка сатып ала салған. Ол солайша жеңіл ақша табудың жолын тапқан. Оның ақшадан өлген бейшара екенін Жиддаға сапар шегу кезінде де байқадым. 2020 жылы мен, әйелім және 4 жасар ұлым осы Қазақ Тревел арқылы умраға келгенбіз. Онда да бізді тамақ және қонақ үйден алдағасын, мен сол жерде шу көтеруіме тура келген. Сосын олар бізді басқа қонақ үйге орналастырып, жақсы тамақпен қамтамасыз етті. Осы үшін Қазақ Тревел компаниясының шіріген, былайша қазақша айтқанда, орысша айтқанда гнилой қызметкерлерінің бірі Ақберді Ақымұлы деген бізден кек алуға шешім қабылдап, Мединада гостиницада ұлыма қосымша төсек үшін 3 күнге $100 қосымша ақы талап етті. Ол бір комната $100 тұрмайды 3 күнде. Ал енді ол жаман бір кішкентай төсек үшін 3 күнге $100 қосымша талап етті. Сосын ол Мединаның әуежайында әр қажыға 5 литр тегін зәмзәм тарататын кезде менің ұлыма зәмзәм беруден бас тартты. Еріксіз Алматыға қоңырау шалып шу көтеруге тура келді. Сондай Қазақ Тревелдің кейбір қызметкерлерінің халық жаппай митингіге шыққан кезінде теледидардан полициямен бірігіп әйелдер мен қарттарды қуып жүргендерін көрген едім. Жаңағы аэропорттағы жағдайға тағы да тоқтала кетейін. Менің кішкентай ұлым ақша төлеп барған умраға, тегін барған жоқ. Тегін барса зәмзәм бермей қоюларына мен келісер едім. Сондай-ақ бұл жол қажылар төл құжаттарын туристік агенттіктің жауапсыз қызметкерлерінің кесірінен әуежайда 1 сағаттан астам уақыт күтуімізге тура келді. Көріп отырғаныңыздай, бұл туристік агенттіктің басшылары жақсы болса да, қол астында істейтіндердің бәрі жақсы адамдар емес. Сондықтан кіммен ұшуды өзіңіз шешіңіз. Мен алғаш рет туристік агенттікпен ұшуды ұсынамын. Содан кейін өзіңіз электронды туристік визамен қонақ үйге интернет арқылы тапсырыс бере аласыз. Мүмкін сәл қымбат болар басында, бірақ өзіңізбен өзіңіз боласыз. Өйткені барлық турфирмалар өз пайдасына үшін ең бірінші пайдасы үшін жұмыс істейді. Және де өз клиенттерін үнемі алдайды. Алла тағаланың жазасынан қорықпайды. Қалай ойлайсыз? Егер сізді әлемдегі барлық мұсылмандар үшін ең қасиетті орынға Меккеге алдаумен, өтірік айтумен апарса, сіздің қажылығыңыз қабыл болар ма еді? Өйткені турфирмалар өтірік жасалған ПЦР тестімен апарады. Өтірік вакцинацияның паспортын жасайды.
Ол жақта Аллахтың үйіне басқа біреудің атына жасалған өтірік QR кодымен кіргізеді. Сол жақтан үйге қайтарда тағы да өтірік ертесін жасап береді қолыңызға. Мұның бәрі қылмыстық іс болып табылады. Осындай алдау мен өтіріктен кейін Аллахтың үйіне ұялмай қалай қонаққа бармақсыз? Жай адамды алдасаңыз да Аллахты алдаймын деп ойлайсыз ба? Осыны айтыңызшы. Иншаллах, осы туристік агенттіктің басшылығымен менің жауабымды оқып, қол астындағы ұятсыз қызметкерлеріне тиісті шаралар қабылдайды деген үміттемін. Мен сіздің жауыңыз емеспін, және сізге жаман ештеңе қаламаймын. Өзіңізді түзетіп елдің ең жақсы туристік агенттерінің бірі болуыңызға тілектеспін. Менің бар жазығым шындықты дауыстап айтқанымда ғана.